Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Bouncy Balls деп аталатын онлайн платформамен танысатын боламыз. Бұл платформаны пайдаланып, сіз сабақ барысында оқушының тәртібін бақылай аласыз. Ол үшін Google жолағына Bouncy Balls деп жазсаңыз жеткілікті. Мінекей сол кезде осындай bouncyballs.org атты онлайн платформаның сілтемесі шығады. Мінекей, бұл платформаға ешқандай да тіркелмейсіз, тек начинай прыгать батырмасын басу арқылы кіреміз. Мінекей, бұл жерде смайликтер берілген. Енді бұл смайликтер оқушылардың дыбысына қарай жоғары қарай көтеріліп, егер сынып тыныш болатын болса, осындай кейіпте тұратын болады. Ал дыбыс шығатын болса, осы смайликтер түрлі кейіпке енетін болады. Бұл жерде смайлик бар, мынандай пластиктар бар, сандар бар, әртүрлі формада қойсаңыз болады. Ол үшін міндетті түрде компьютердің микрофонын қосып қоясыз. Мінекей, менің даусым шығып тұрғаннан кейін осылай сандар қозғалып жатыр. Мінекей, сынып тыныш болып қалса, осындай тоқтап қалады. Яғни қозғалмайды сандар. Мінекей, тағы да көрейік. Мінекей, менің даусым шығып тұрғаннан кейін смайликтер осылай қозғалып жатыр. Сіздер бұл платформаны сыныпта оқушыларды тыныш отырғызу үшін қолдансаңыздар, өте қызықты болады, әсіресе бастауыш сынып оқушыларына. Мінекей, мына жерде смайликтердің қандай дауыс шыққанда қозғалғанын қалайсыздар, таңдауларыңызға болады. Сандарды қойсаңыз болады. Мінекей, әртүрлі формаларын таңдап алсаңыз болады. Бұл интерактив тақтадан қосып қойған кезде өте қызықты болады. Осылай оқушыны тыныш отыруға, сабақтың үстінде дағдыландыруға болады осы платформаны пайдаланып. Платформаны жаңа оқу жылында пайдаланып көріңіздер. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі қызықты, ерекше платформаларды үйрететін боламыз.